жылу қалпына келтіретін желдету жүйесі HRF. Әртүрлі температурада екі ауа көзі арасында жұмыс істей отырып энергияны қалпына келтіретін желдету жүйесі болып табылады. Бұл жүйе ғимараттарды жылыту және салқындату қажеттіліктерін азайту үшін қолданылады. Ғимараттардағы әдетті жылу қалпына келтіретін жүйесі негізгі блоктан таза және шығарылатын ауа арналары мен үрлегіш желдеткіштерден тұрады. Ғимараттан шығатын ауа климаттық жағдайларға, жыл мезгілі мен ғимараттардың талаптарына байланысты жылу көзі немесе жылу қабылдағыш ретінде пайдаланылады. Әдетте жылу қалпына келтіру жүйелері шығарылатын ауадағы жылудың шамамен 60 және 95% қалпына келтіреді және ғимараттардың энергия тиімділігін айтарлықтай айтарады. Энергияның қалпына келтіру жүйесі РФ бұл тұрғын және коммерциялық жүйелеріндегі энергияны қайта келтіру процесі. Ол ғимаратта немесе кондицияланған кеңістіктен әдетте сыртқа шығаратын ауаның құрамындағы энергияны пайдаланып сырттан келетін таза желдеткіш ауаны алдын ала өңдейді. Осы процеске нақты қатысатын жабдық ол бізде Energy Recovery Ventilator деп аталады. Ол бізде РФ деп қысқартылады. РФ бұл ауа типті жылуды алмастырғыш. Ол жасырын жылуды да, сезілетін жылуды да тасымалдай алады. Температура мен ылғалдылықтың екеуінен берілгендіктен РФ толық энтальпиялық құрылғы ретінде сипатталады. Ал жылу қалпына келтіргіш желдеткіш HRF деп сезілетін жылуды ғана тасымалдай алады. HRF тек сезілетін жылу алмасы арқылы болып саналады. Яғни барлық РФ жүйелер HRF болып табылады, бірақ барлық HRF жүйелері РФ емес. Сондықтан РФ және РМФ терминдері бір-бірінің орындарының қолдануы дұрыс емес. Жылу маусымдарында РФ жүйесі алдын ала салқындатылып ылғалдылық азайтады, ал салқын маусымдарда жүйені ылғалдандырып және алдын ала жылытады. РФ жүйелері HRF жүйесіне кез келген жағдайларда 40-50% салыстырмалы ішкі ылғалдылықты ұстап тұруына мүмкіндік береді. РФ жүйелеріндегі жүйедегі қысым түсіруін еңсеру және желдеткіш қуатпен қамтамасыз ету, сондықтан ол аздаған қосымша энергияның шығынын талап етеді.